менің каналыма қош келдіңіз. Біз негізгі жарақаттарды бала күнімізде аламыз. Өсе келе бұл жарақаттар біздің мінез құлқымызға әсер етеді және өзімізбен болуға кедергісін тигізеді. Мен әрбір адам баласында кездесетін 5 қана жарақатты айтамын. Ол бас тарту, тастанды, қорлау, сатқындық және әділетсіздік жарақаттары. Бұларды біз бала кезімізде, тіпті біз туылмай тұрып пайда болады. Біз анамыздың жатырында жатқан кезде. Олар бізге өткен өмірімізден келген. Олар ата-анамызбен қоршаған адамдардың қарым-қатынасынан туындайды. Бұл жарақаттар біздің санамызда, психикамызда, сонымен қатар денемізде таңбаланған. Бұл жарақаттар сенімдер мен мінез құлықтарды тудырады. Біздің эмоциялық еркіндігімізге кедергі келтіреді. Олар біздің іске асырмауымызға кедергі келтіріп, өмірімізді басқарады. Бұл жарақаттардан қорғану үшін біз маска киіп аламыз. Олар біздің жүрегімізді жаралайды. Біз бұларды жасыру үшін арнайы маска кие бастаймыз. Бұл жарақаттардан зардап шегетін ол біздің ішіміздегі кішкентай бала. Ол барлық негативті естеліктерді өзіне жинап алады. Бұл бейнеде біз бірінші жарақатты, бас тарту жарақатын қарастырамыз. Бұл жарақат біз туылмай тұрып пайда болуы мүмкін. Анамыздың құрсағында жатқанда. Бұл әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін. Мысалы, қажетсіз бала сияқты. 2 қабат кезіндегі ата-аналар қақтығыстары. Анасы баласын біреуге тастап жұмыс жасау керек кезде. Адам өмірге келгенде өзін қажетсіз деп тапқанда, оны қалай бар, солай қабылдамағанда, ол балада бас тарту жарақаты пайда болады. Ол әртүрлі жағдайларда белсенділік көрсетеді. Ол біреу бізден бас тартқанда немесе құптамағанда болады. Бас тартқан бала өзіне қашқын маскасын киіп алады. Ол өзін басқалардан оқшаулауға тырысады. Ол өзінің әлсіз жерін көрсетпеу үшін басқалардан қаша бастайды. Ол өзін түк
түкке тұрғысыз санайды. Ол көрінбейтін болуға тырысады. Қашқынның денесі қысыңқы, жіңішке, ол нәзік деп айтсақ та болады. Дененің басқа бөліктерінде асимметриялық құрылым байқалады. Ол басқа адамдармен достық және махаббаттық қарым-қатынаста болуға қорқады. Олардың жиі қолданатын сөздері: бұл ешкім емес, жоқ, жоқ бол, құсқым келеді. Қашқын дүрбелеңнен қорқады. Қашқынның тамағы мыналардан тұрады: тәбеті әртүрлі келген эмоциялардан жиі жоғалады, немесе қорқыныштан тамақты кішкене бөлшектеп ішеді. Қан, ішімдік, есірткі қашу жолы ретінде пайдаланады. Қашқынға тән аурулар мыналар: тері ауруы, аритмия, тыныс алу функциясының бұзылуы, аллергия, құсу, естен тану, диабет, депрессия, психоз. Жарақаттың емі қандай? Жарақат алған адам өзін көбірек көрсетіп, өзінің бар екенін бекіткенде, оның өмірінде үрейлер тудыратын жағдайлар азая бастайды. Егер де бұл жөнінде толық ақпарат алғыңыз келсе, Лиз Бурбаның 5 жарақат атты кітабын оқуды кеңес беремін. Қазір мен сізбен медитация жасап, жарақатымен жұмыс жасаймын. Мүмкін ем бірден келмейтін шығар. Бұл қиын жол болуы мүмкін. Өзіңіз ойлаңыз. Сіз осы уақытқа дейін сол жарақатпен өмір сүріп келдіңіз. Реніштерді бойыңызға жинап келдіңіз. Сондықтан өз өміріңізді жасауға тырысыңыз. Ішкі дауысыңызды тыңдаңыз. Бұл жарақаттан құтылғанда сізде жаңа өмір басталады. Өзіңізді жақсы көріп, құрметтей бастайсыз. Өз сұлулығыңызды, тұлға екеніңізді көре бастайсыз. Олай болса, өзіңізге жайлы жерді тауып отырыңыз. Сізді ешкім мазаламасын. Көзіңізді жұмыңыз. Терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Өзіңізді босатыңыз. Назарыңызды тынысыңызға аударыңыз. Әр дем алған сайын сіздің денеңіз одан сайын босай түсуде. Және сіз демалғанда менің даусымды тыңдаңыз. Сіз одан сайын босаудасыз. Әр дем алған сайын сізге тыныштық енуде. Барлық ауыртпашылықтар кетуде. Бүкіл денеңіздің
жаймен босап жатқанын сезініңіз. Қазір көз алдыңызға табиғаттың ең сұлу жерін елестетіңіз. Мүмкін бұл жер сізге таныс шығар, әлде қиялыңыздағы орын болуы мүмкін. Сіз өзіңізді бұл жерде қауіпсіздікте сезінесіз. Бұл жерде сіз босай аласыз. Бұл теңіз, тау, орман болуы мүмкін. Сізді тыныштық қоршауда. Алдыңызда бір аяқ жолды көрдіңіз. Сіз сол жолмен келе жатырсыз. Сізді қоршағанның бәрін бақылаңыз. Жолыңызда не кездестірудесіз? Әрбір бөлшектерді сезініңіз. Сізге жылы әрі жеңіл, қош иіс келуде. Жел денеңізді ақырын сипалап өтуде. Және сіз өзіңізді шексіз жақсы сезінудесіз. Өзіңізбенсіз. Алдыңызда сізге жақындап келе жатқан кішкентай фигураны көрдіңіз. Бұл сіздің ішіңіздегі кішкентай бала. Бұл ұл немесе қыз болуы мүмкін. Бұл баланың жасын өзіңіз таңдасаңыз болады. Сіздер бір-бірлеріңізге жақындай түстіңіздер. Сіздің жүрегіңіз қуаныш пен бақытқа толуда, үлкен нәзіктікке толастауда. Сіз ішіңіздегі кішкентай баланы байқаңыз. Оны көргенде қандай сезімдер пайда болды? Оның үстінде қандай киім бар? Оның сізге қараған қарасы нені білдіреді? Мүмкін ол сізден бір нәрсе сұрап тұрған шығар. Мүмкін бір нәрсе айтып тұр. Тыңдаңыз. Дәл қазіргі сәтте не болып жатқанын қабылдаңыз. Бұл сіздің түп санамен кездесу бөлігі. Барлық назарыңызды осы балаға қойыңыз. Сіз оған не бере аласыз? Бұл сіздегі ең нәзік және әсерлі маңызды бөлік. Бұл өте құнды және жақын кездесу. Сіздің ішіңіздегі бала бұл кездесуді ұзақ күтті. Оған жақындап, мен сені көргеніме өте қуаныштымын. Менде болғаныңа рахмет. Қазір біраз бірге болыңыздар. Қазір сіз онымен сөйлесіп, сізді мазалайтын және өзіңізбен болуға кедергі келтіретін
жарақат жайында айтсаңыз болады. Ол сізді іштей блоктауда. Барлық ауыртпашылық пен жарақаттар балада сақтаулы екенін мойындаңыз. Сіз оған айтыңыз: маған өкінішті, өтінемін, мені кешірші. Барлық жинаған уайымдататын естеліктер үшін. Сіз баладағы барлық бардың болғанына жауапкершілік аласыз. Бұның бәрін жасап жинаған сізсіз. Сіз бұл негативтің бәрін тазалағыңыз келеді. Бұл жарақаттарды емдеп жіберетін уақыт келді. Сіздің жаныңыздың терең бөлігіне бейбітшілік пен тыныштық орнатып, сіздің толық құнды болуыңызға келетін уақыт жетті. Терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Барлық пайда болған эмоцияларыңыз бен сезімдеріңізді қабылдаңыз және бәрі жақсы болатынына сеніңіз. Осы жерде сіз алған тәжірибелеріңіз арқылы кешірім күшін тауып, қуана ала аласыз, алғыс айтасыз. Сіз қазір қандай бас тарту жарақатын емдегіңіз келеді? Ойша кішкентай баладан сұраңыз: қандай жарақатын емдейсіздер? Сол кездегі бас тартуды еске алыңыз. Сіздің жасыңыз қаншада еді? Жасөспірім ба, немесе үлкен адам ба? Егер сіздің естелігіңіз бұлыңқыр болса, уайымдамаңыз. Ешқандай айыптау қажеті жоқ. Естелік өзі табиғи түрде есіңізге түссін. Еске түскен естеліктен ішіңізде болып жатқан сезімдерге көңіл қойыңыз. Іштегі болып жатқан көрініске. Сіз не көрудесіз, не сезінудесіз, қандай эмоциялар сезінудесіз? Физикалық денеңізде не сезінудесіз? Қандай адамдар қатысты? Не айтып және не істеп жатыр ол адамдар? Кімнен бас тарту көрудесіз? Ешқандай айыптамай бақылаңыз. Іштегінің бәріне назар қойыңыз. Іштегі кішкентай балаға бәрін беріңіз. Сізге қажет нәрсенің бәрін. Сіз кішкентай балаңызға төмен түстіңіз. Көзіне тура қарай алатын жерге. Балаға айтыңыз: мен сені түсінемін, саған
көмек керек екенін мен білемін. Мен сен үшін осындамын. Мен саған көмектесуге келдім. Сен қауіпсіздіктесің. Мен сені жақсы көремін. Ішіңіздегі өзіңізге деген жанашырлығыңыз бен махаббатыңызды сезініңіз. Дәл қазір бере алатын бүкіл махаббатыңызды сезініңіз. Барлық осы естелікке қатысты адамдарға сізге бас тарту сездірткен адамдардың барлығын кешіріңіз. Қазір ішіңіздегі кішкентай бала арқылы ойша Құдай көзінен сұраңыз. Барлық негативті трансформация жасауын, бас тарту жарығын таза махаббатқа айналдыруын. Менің соңымнан Хо'опонопоно сөз тіркестерін қайталаңыз. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Маған өкінішті, кешірші мені, саған алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Жақсы. Ішіңіздегі барлық махаббатты сезінуді жалғастырыңыз. Өзіңізге деген махаббатты және осы естелікке тиісті адамдарға деген махаббатты. Іштегі балаға қараңыз. Ол сіз үшін маңызды, қалаулы және ол қауіпсіздікте. Бұл сіздегі ең қымбат бөлік. Ол бөлік сізде жарақаттануы мүмкін және қуанышты күйде болуы мүмкін. Оны жақсы көретініңізді және оған риза екеніңізді білдіріңіз. Енді сіз түсіндіңіз. Сіз өзіңізді қамқорлыққа алғанда кішкентай баланы да қамқорлыққа аласыз. Өз қалауыңызды таңдаңыз. Өзіңізбен болыңыз. Ол бала кішкентай болып сіздің жүрегіңізге кіріп кетті. Бұдан былай кішкентай бала сізбен бірге.
Сіз жүрегіңізге назар аударғанда оның соғысын сезесіз. Енді жүрегіңізде кішкентай баланың бар екенін білесіз. Іштей мына сөздерді қайталаңыз. Мен барлық махаббатыммен бас тарту жарақатын қабылдаймын. Мен өзімді қабылдаймын. Мен өзімді қалай бармын, солай жақсы көремін. Мен өз ойымды еркін жеткізуге мүмкіндік беремін. Өз сезімдерімді еркін жеткіземін. Мен өзіме қателесуге және кемшіліктерді жіберуге рұқсат етемін. Енді назарыңызды тынысыңызға қойыңыз. Дәл осы шаққа, осы жерге оралуыңызға болады. Сіз өз күшіңізді байқаудасыз. Өзіңізге сенімдісіз. Өзіңізді мақтан тұтасыз. Өз құндылығыңызды білесіз. Өзіңізді толық еркін сезінудесіз. Терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Қолдарыңызды, аяқтарыңызды және бүкіл денеңізді сезініңіз. Көзіңізді ашыңыз. Бұл медитацияны қалаған кезде жасасаңыз болады. Сізге ұнады деген ойдамын. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Келесі кездескенше.